Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмі ерекше, дәмді болып шығатын Банофи пай пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Ыдысымызға жұмыртқаны салып аламыз. Оның үстінен сахарный пудраны саламыз. Осы Банофи пай пирогына именно сахарный пудраны салған дұрыс. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды саламыз. Содан соң разрыхлительді саламыз. Одан кейін ұнды електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алғандарымыз дұрыс. Өйткені қамырдың ішінде ешқандай түйіршіктер болмас үшін. Енді осылардың барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр жасаймыз. Міне менің қамырым дайын болды. Қараңыздар қандай жұмсақ көрініп тұр видеодан ақ. Қандай әдемі, ешқандай қолға жабыспайды. Осындай керемет қамыр шығады. Енді формамызды осылай ашып, пергамент қағазын қоямыз. Менде форманың диаметрі 24 сантиметр. Енді қамырымызды сол формамызға салып, жақсылап жайып шығамыз. Негізі қамырды алдын ала жайып, сосын былай салсаңыздар да болады формаға. Мен осылай қолмен жайып шығамын. Одан кейін осындай вилкамен тесіп шығамыз. Және де осы қамырымызды 180 градуста 20-25 минут беті толық қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Қамыр піскенше ыдысымызға творожный сыр мен шекерді немесе сахарный пудраны қосып, екеуін бірге жақсылап миксерлеп аламыз. Екеуі біркелкі араласқанша. Және міндетті түрде ыдыстарыңыз құрғақ болу қажет. Миксердің венчиктері де құрғақ болу қажет. Және сливки мен творожный сырымыз міндетті түрде мұздатқышта, холодильникте 7-8 сағат тұрған болу керек, салқын болу қажет. Сол кезде біздің креміміз әдемі болып шығады. Енді оның үстінен сливкиді құямыз. Және оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Бұның кремнің көлемі азғантай болғаннан кейін бұл тез қоюланады. Көріп тұрғандарыңыздай. Аз уақыттың ішінде осылай қою әдемі крем шықты. Осындай қою болған кезде миксерлемейміз, миксерді тоқтатамыз. Және осындай әдемі насадка, өзіңізде бар насадкамен жасай беріңіз. Мендегі насадка 2D деген осындай гүл тәрізді болып шығады. Оны осындай кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Содан кейін осындай биік ыдыс болатын болса, осылай кондитерлік қапшықты ішіне кигізіп, кремімізді салып аламыз. Осы әдіспен салсаңыздар оңай болады. Мына кремнің барлығын саламыз. Салып, дайындап, тестамыз піскенше холодильникке сала тұрамыз. Міне менің қамырым толықтай беті қызарып, осындай әдемі болып пісіп шықты. Және де бөлме температурасында суыды. Суығаннан кейін барып формасынан шешіп алдым.
және осылай пергамент қағазын алып тастаймыз. Осылай әп-әдемі қамыр болып шығады. Енді қамырымыздың бетіне вареная сгущенканы саламыз. Мөлшерін мен негізінен әркім өзі дәміне қарай қосса болады. Мысалы, тәттіні қатты ұнататын болсаңыз, көбірек қосуыңызға болады. Немесе осындай кішкене 3-4 қасық қоссаңыздар да жетеді. Дәмі осымен де әдемі болады. Осындай толықтай жағып шығамыз варенканы. Оның үстінен банандарымызды әдемілеп осылай қойып шығамыз, бір келкі етіп. Банандарды осылай алдын ала турап дайындап қоясыздар. Осылай әдемілеп қойып шығамыз. Осы көлемдегі пирогқа 1,5-2 банан жеткілікті болады. Енді оның үстінен кремімізді осындай күшті ғып әдемі етіп жағып шығамыз. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша басқа насадкамен де осындай етіп жүргізіп шықсаңыздар болады. Маған өзіме осындай 2D насадка ұнайды. Осындай гүл сияқты етіп әдемі болып шығады. Менің жасаған кремім осы пирогқа дәлме-дәл жетті. Астында рецепт қалдырып кетем. Сол рецептпен жасасаңыздар, сіздерде де дәл жетеді. Міне біздің Банафи пай пирогымыз дайын болды. Көрінісі осындай керемет әдемі. Бетіне какао ұнтағында електен өткізіп салсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша міне пирог кесіп көреміз. Осындай жұмсақ, керемет. Жаңа айтып кеткенімдей, дәл осы рецептпен тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Дәмі деген ерекше, дәмді болып шығады. Шаймен ішкенге өте дәмді пирог болып шығады. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да көптеген рецепттер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.